Сәлем достар, сіздермен бүгін біз осындай әдемі бокалға суретті қалай басу керектігін үйренетін боламыз. Ең бірінші бізге клиент тапсырыс беріп тұр. Осындай ұлға және қызға екі бокал. Қызға осындай лавиз дизайнмен, ұлға осындай граффити дизайнмен жасап беріңізші дейді. Енді біз мына жерде дизайнды жасадық. Енді тыңдап көреміз. Спасибо большое, очень понравилось. Вот такие две нам кружки. Потому что у девочки вчера был день рождения, у мальчика сегодня день рождения. Вот нам мальчику и девочке. Біздің клиентімізге дизайн ұнағандықтан, бұл дайын болған дизайнды горизонтальный бағытқа келтіріп, қағазға шығарып аламыз. Сублимационный бумагаға сублимационный бояумен шығарып аламыз. Және де мына қағазымыз шықты. Енді оны кесіп дайындайын дегенше аппаратымызды қосып аламыз, бокал басатын. Бұл аппарат қосылған соң міндетті түрде 180 градусқа қызу керек. Бізде бір клиенттер сұрап жатады, өзіміздің бокалымыз бола ма деп. Сіздердің өздеріңіздің бокалдарыңыз болмайды, себебі 180 градуста ешқандай да бокал жаңағы ұзақ тұрмайды, жарылып кетуі мүмкін. Сол үшін міне осындай өзінің арнайы материалы қатты бокалын арнайы бөлек сатып аламыз. Енді жаңағы шығарған суретімізді кесіп, осы бокалдың сыртына жабыстырамыз. Суретіміз жылжып кетпеу үшін сенниктің жабыстырмасын алып, екі жанына жабыстырамыз. Суретіміз жылжып кетсе, бокалымызда сурет дұрыс басылмай қалуы мүмкін. Және де жабыстырған кезде мына кружканың ұстайтын жері екеуінде бірдей айырмашылық қалу керек. Сурет қисық басылып кетпеу керек. Және біздің бокалымыз 180 градусқа қызды. Енді біз бокалымызды салып, аппаратқа қысып қоямыз. Мына жерде көрсетіп тұр 182 градус деп. Енді қарасаңыз, мына жерде градусы өзімен өзі түсіп жатыр. Неге десеңіз, салқын бокалды аппаратқа салған кезде аппараттың градусы түсіп кетеді. Біз оны қайтадан 180 градусқа көтерілген күту керекпіз. Қайтадан 180 градусқа көтерілген соң 35 секундқа ұстаймыз. Бокалымыз дайын болды, оны аламыз және келесі екінші бокалымызды саламыз. Мына жерде бокал дайын болған кезде аппарат өзі тыңылдап сигнал береді. Сурет жақсы басылған, енді екінші бокалымызды сала беруімізге болады. Екінші бокалды саламыз. Бұл жерде 184 градус болып тұр әлі. Кішкене аппаратым қабырғаға тіреліп қалып жатыр. Салып, қатты қысып қоямыз. Енді мына жерде мен бірінші кнопканы басу керекпін. Шатасып, барлық кнопканы басып шықтым, видеоға түсіріп жатқан соң. Одан кейін 180 градусқа жеткен кезде бірінші кнопканы басамыз. Басқан кезде ол 35 секундқа кету керек. Мұнда шатасып жатырмын. 35 секундқа кетті. Міне, енді кетті әйтеуір 35 секундқа. Кішкене қобалжып тұрмын. 35 секундқа кеткен соң, 0 секундқа жеткен кезде аппарат өзі тыңылдап сигнал береді. Егер 0 секундтан кейін ұзақ тұрып қалатын болса, бокалымыз жарылып кетуі мүмкін. Сол үшін міндетті түрде жасап жатқан жұмысымыздың барлығына анықтап қарау керек. Біз ойымыз ештеңеге бөлінбей. Мен мына жерде күтіп тұрмын. Міне дайын болған бокалымызды енді бокал өте ыстық болып шығады. Ішінен тек жаңағы бокалдың ұстайтын жерінен ғана ұстай аласыздар. Қалған жері ыстық болып тұрады. Қағазды ыстық кезінде де, салқын кезінде де алсаңыз болады. Міне осындай әп-әдемі бокалдарымыз дайын болды. Тапсырыстар қабылдаймыз. Енді бокалды біз осылай оформление жасап, клиенттерімізге беріп жібереміз. Мына жерде басқа бокал, ол бокалды түсіріп үлгермедім оформление жасағанда. Енді сол кісіден келген отзывты оқып, бізге комментарий қалдырсаңыздар болады. Рахмет тамашалағандарыңызға.